Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен осындай қазыны тез айналдыру әдіс-тәсілімен бөлісетін боламын. Және де менің каналыма тіркеліп, жазылып алуды ұмытпаңыздар. Бізде жылқы малы сойылды. Жылқы малынан білесіздер, қазы, қарта, жал, жая деген қазақтың жаңағы ұлттық тағамы бешбармағымызға қолданатын керемет дәмді қылатын тағам түрлерін шығарамыз. Енді соның ішіндегі ең негізгісі бұл қазы. Қазыны қараңыздар, мынау қабырғаның аяқ жағындағы еті майымен бірге араластырып осылай жіңішке ұзындау бөліктерге бөліп аласыздар. Енді қараңыздар, қалған еттеріңізді жақсылап тұрып тұздап, тұзы сіңгенше, қаны шыққанша осылай қойып қоясыздар салқын жерге. Одан кейін барып мұздатсаңыздар, дәмі керемет болып шығатын болады. Енді қараңыздар, жаңағы қазының ішіне салатын етімізге қара бұрыш, тұз, чеснок салып, жақсылап бірінші тұздығын дайындап аламыз. Одан кейін барып сол тұзға осы етті 1-1,5 сағат салып қоятын боламыз. Себебі тұзы толықтай сіңген қазының дәмі керемет болып шығады. Соны ұмытпағандарыңыз жөн. Қараңыздар, міне мынау қабырғаның аяқ жағында осындай ет болады. Соны жақсылап тұрып ақырын сылып аласыздар да маймен бірге араластырып, жаңағындай ұзыншалау бөліктерге бөлесіздер. Егер сіздердің шектеріңіз, яғни жылқыларыңыз кіші мал болатын болса, онда жіңішкелеу бөлесіздер. Егер де үлкенірек мал болатын болса, шектері үлкендеу болады. Соған байланысты үлкенірек кесе берсеңіздер болады. Шектерімізді іші сыртына айналдырып, жақсылап тұрып жуып алатын боласыздар. Жуып болғаннан кейін бұл шектің ішіне қазы тез айналып, ет тез кіру үшін осылай жел өрлеп, шекті шар ұқсатып өрлеп, кішкене кептіруге қойып қоятын боламыз. Кепкеннен кейін барып қазымызды айналдырып сала беруімізге болады. Міне кепкен шекке қазы тез салынады. Осылай жаңа қара бұрышпен тұздап қойған етімізді жақсылап тұрып салып шығатын боламыз. Кейін бөліктерге бөліп, ауасын жақсылап шығарып, одан кейін барып кептіріп, содан кейін болды, қазымыз біздің дайын болады. Міне қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Осылай сіздер де жасап көріңіздер, ешқандай қиындығы жоқ. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Менің каналыма тіркеліп, пайдалы рецепттерді көріп, және де лүпіл басуды ұмытпаңыздар.